күйішкін таштандыны көрісі емне мындай болды деп жүрегі қошы күйішкін мекен сүйін ғимандан тажамайт бірді мектептен мечарын мұсырлардан жиғандан ұшындай болғын ежейлер ұшындай болғын ағалар жаратқан бары қолдосын тазалық деген ұймандан демек шарды таза тұтсаңар қаланы таза қоңдосын демек ұшындай болғын шарды таптаза қылып қармаған өз өмірін ұшынтеп өлкөсінің арнаған ерте таңда басқалар ұқтап жатат үйінден асихтер болсоң ойғанып таптаза қылса шардың ошонсуна сүйінген ерте таңдан ұйқыны ұнытышып қойышқан тазалық қылып шарды жамандығын жойышқан Marojnaсын қағазын таштап исең ех чиркин енес емес өзіңір жетіп барып аласың. Егерде таштандыған емнеге таштабайсың деп сүйлөсің, енесі саға сүйлөнөт бір балеге қаласың. Ошоның барын унчукпай көкүрөккө жутасың. Кичипейил болгонго бүт бардыгын утасың. Болбосо басқан жерің ушундай таптаза болып құттамат. Асилер мусурға барып жүрсөңөр денең үш менен мусур жыттанат. Ошого да карабай, жалкоолукка жарабай, алды көздөй күлөнөт. Кээ бир кезде жетекчиликең айлык кошчу деп сүйлөнөт. Ошентсе да мейли. Жетекчилер жанында жаңыдан келип сайланган. Ой жаш эле бала туу болсо да белим бекем байланган. Демек ушундай жамаат бар экен, башынан бакыттын кушуң айланган. Анда жаңыдан келген ишиңде ийгиликтер болбосун. Кудай колдоп нураке бара турган жериңде периште жолдоп жол болсун. Андан нурбектей болгон балаңар ийгилик каалап бугада гана бир кол чапкан. Жансурдай болған балаңды үрді басам десе бол айнанайын чайын ұртаған алемің елім барсын бұл фондының басшысымында келгендер бүгін қызмат қылып жаппаймын ордодың остай кеткенде анандығын айтайын мынавындай жақшылық болы берсін ай сайын жақшылықтың жарчышы Асқарбек деген Акимбай уылың мына көргілі алақан чабытқана бері жақшылық көңіл көлгілі пакет берет жардамға қуанып үйге барышат ошоның барын қылышқан жан дүйнөңді жылытқан Мира деген эжем бар а көрсөң магазинден киштеген Мира деген эжембиз ол турат бүгін исменен ким муктаж болуп жатат деп соопту күндөң истеген Мираң эжем ананда ой Нават деген ишкана чайын кошо беришкен чакырганга ушундай мына эжейлерим келишкен бүгүнкү күндү көрүп туруп кубанбайбыз неликтен анда биримдикте бир болуп бийикке баскан кадам бол оорубасын ден соолуктан аман бол таштандыны толтуруп кошунанын үйүнө эшигинин астына коюп кетип калат экен каккылап. Анан кошуна чыкса жакшы кошуна мынау таштандыны көрөт да эмне кылайын кое тур. Жаман эме жамандыгын кылып атат. Мен жакшылыгымды кылайын деп анан жанагы таштандысын төгүп, чаканып жууп тазалап короосундагы бышып жаткан алмадан толтуруп, анан тиги жаман кошунанын эшигин каккылайт. Ичинде турган жаман кошуна "Эй ата, эми ачуусу келет, азыр урушабыз" деп чыкса, чакасын тазалап, ичине таптаза алмаларды салып, анан кошунага берип койду. Анан кетип бараткан кезде кошунага ушинтип айтты: "Коңшу, ким эмнеге бай болсо, ошонусу менен бөлүшөт" деп койду. Сиздер да
Жалаң жақшылыққа бөлішіп, момындай жақшылыққа көнішіп, момындай бір-біріңіздерді көргенде бір туғанда құшақта өбішіп тұрғаныңыздарды көріп, ылайым ортаңыздардан ынтымақ кетпесін. Бар болыңыздар. Hüseyin Mırza benim canıma gelip koymuş. Bir kol çarpmamızlar. Nerede Casur aş korborunu açıp. Taşkent'ten beri 2 tonna 1 tonna aş demdegen mıktaş boşçularda alıp gelip ordolu hoş kalağızda momunda bir jakşı jörölgönü başlar. Özüne momunda жаңы бизнеске kadamını taşlap gelip oturgan Casur degen balаңızlarda bir kol çarpmamızlar. Tаңасанда ерте тұрып, шаар менен мынашында жұмышыңды қылып басқанда, сен менен қосып ойғанып, сен го жұмышыңа қарасам, бұл кишилер көчөнү тазалап, сенин менин жолумду тазалап жүргөн кишилерге чай берейин деп, момундай жаш жөрөлгөнү баштап, Жасур менен Мира кызыңыздарга бир болсун. Сонымен биргеликте, эми биздин Сайра Нават ишканабыздагы сиздердин дастарконуңуздардагы тамак аш чайыңыздарды бүтүн баарына даярдап, жардам колун сунуп отуруп, мына ошол Баяз балаңыздарга да терең ыраазычылык билдирип, бир кол чак. Өзүңүздөрдүн жаңыдан шайланып, кызматка байланып, Нурбек балаңыздарга бир кол чак. Ana şu 3 жигитке баягы карасам саны 3 экен, үчөөсү бүгүн бириксе жеңилбеген күч экен. Үчөөсүнүн урматы жамаат мында бүт экен. Анда ушул кишилерге акырында сөз берейин. Сөздүн кезеги баарыбызды уюштуруп отурган мына ушул элим барысында коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Hüseyin Мырзага бир кол чак. Assalamu alaikum апалар, эжелер, кош келипсиздер. Шынында ағайымыз айтқандай, сіздердің жұмысыңыздар соғықты жұмыс, шаарыбыз кылымдарды тарткан Ордолу Ош шаарынын тазалыгы. Мындай шаарды көп жерлерге бардык, тазалыгын көбөдүк. Чындыгында сиздердин ишиңиздерге баа бериш керек. Ошол максатта могул биздин агаларыбыз, эжелерибиз ошол эмени колдоп сиздерге бир жакшы ысык тамак берели деп эме кылды эле. Ошого кош келипсиздер эжелер. Ишиңиздерге дайым ийгилик, оорубаңыздар, дайым бар болуңуздар. Рахмат. Боркер, ырайымдуу, Алла Тааланын атынан баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, урматтуу бир туугандар. Бүгүн өтө жакшы бир кубанычтуу күн экен. Алла Таалам сиздерден ыраазы болгон болсун. Бүгүнкү иш-чарага себепчи болгон, күнүн бөлүп, ар бир кызматыны аябастан жаткан биздин элим барсыңбы кайрымдуулук фондуга Алла Таалам ыраазы болгон болсун. Урматтуу апалар, бул жерде балким 99% апалар отурат. 5 энелердин манасында Алла Таалам сиздердин кылган кызматыңыздарды дүйнөдө, акыретте Алла Таалам эселеп берсин. Бүткүл пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алладан бейиште экен. Ошондо пайгамбардан сурайт: "О Аллахтын элчиси, ким бейиште?" дейт. Дегенде көчөдө адамдарга зыян берген бир шакты кыйып, адамдарга тоскоол болгон, ошол шакты четтетип койгон адамды Аллах Таала бейишке киргизди дейт. Көрдүңүздөрбү? Кылган ишибиз балким элге көрүнбөшү мүмкүн. Бирок сиздердин кылган ишиңиздер мындайча айтканда көп жетекчилер кыла албай турган нерсени кылдастар. İslam dinimizde ыйман, тазалык, ден соолук үчөө бири-биринен ажырагыс бир бүтүн экен. Ыйман, тазалык, ден соолук. Бирок ошол ыймандын, ошондой эле ден соолуктун түпкүрүндө тазалык турат экен. Ар бир китепте ислам динибизде биринчи тазалыктан баштайт экен. Тазалык бул ыймандын жарымы дейт пайгамбарыбыз. Кудай буйруса, сиздердин адамдарга зыян бере турган айбына өзүнүн апам өтүп кеткен, бирок ошол Алла Таалам балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды эки дүйнө Ашказанды толдурганча, мына бул жерде сөз угуп, руханиятты да толдуруп туруңуздар. Сөздүн кезеги өзүңүздөрдүн уулуңуздар Нурбек агабызга берилген. Сөз кезеги.
Жақшы дем алып, жақшы işler кезіңіздерді. Аллаймен sizler үшін қайырымдылық, елдің барсыңыз болсына аябай чоң разышылық білдіремін өзімнің атыма. Себебі сіздерге ұмытпай, естен, şu таңғамал, şu 500 kilogramға жақын ашын елден аябай, сіздерден аябай, енелерден, ағалардан аябай келіп, ушундай стол жасап, ашын беріп, чайын беріп атқан елдің барсыңыз болсына, жаңа Hüseyin инемізге, Жасурин ағалызға, жаңа мир ежелерге чоң Алла разы olsun. Сіздерді ұмытпай ушундай қолдағанына, ушундай қайырымдылықтарды қылып тұрсын, ушундай қолдап, сіздерді естіген үшін чоң рахмат, сіздерге де разылық білдіремін. Şu cemaatın atına sizlerle razılық білдіремін. Şu işіңізге игілік, бәрі ушундай қолдылықта қарапайым елді, және енелерді ұмытпаған үшін сіздерге. Ашса беріп қойсыздар қайры. Sizdi beri çakırat ırdavattan oğlumuz. Oy ecekemen anda men ırakmadım ay kalam. Ecekemdin men bugün jomarttığım bayakagam. Maga vergen elünü Bismillah dep kol çapkın 500 kılıp kaytarar. Ata bolam men sizge, siz bergende aldım bu, men bergendin alınız. Oy çöpte tatlı olsun tamamınız, bestanız kabarınız. Kanatıncarı koynuna, altı kaybolgun gece. Ömür uzun bolu ömürüm, açık olsun ömürüm. Yeme, mınavıl akça menike, ecem tetigin akça senike. Yeme mınavıl akça gördüm da, akçaga gönül böldüm da. Akça degen uşunday, koldum kiri çok bulup. Akçagan emes tuğandar, akleske bayadan gönüldür top bulur. Ozunduktan karasam, emin eldim bari canatan. Uluğunun bari var eken, caş baladan biri var aldıcaktı karasam. Emek içine gey bulgıza, erki balık denesin. Erti tandan uhtavay cardam üçün gelesin. Haylanayın apadep cardam kolum belesin. Handan uşunday olgun kızıma, hataylap mınalak canı çöntөгüne salayın. Uzun olsun ömrüm bir gönlüm kalayın. Hatta birindikte bir olup ıntımakta cürögü. Sizlerdey mına cemaatın orvasın cürögü. Erti tangda turalı pendeden da koşulup periştelerden da usintip alkış kebin uğalı. Tazalık kılgan işmenen akiretten usintip cannatka çoğu çıkalı. Bizden tasarruf sıyıranlarga dağı rahmat uşunday oturuş ana gerek. India'da bir kuş var, Kanatında gümüş var. Hazır Nurlan Bekkel, Mançarlık traktörlerde oğundap, nerelerde soldan süpürgülerde жақсылап, işinde bilgilik olsa gerek. Arkadaşlarga sanday, nelerge rahmat, şundan biz bunları adlışı içimizde bunlar Hoş geldinizler. Çağrımızda bozduk. Allah razı olsun barınızlardan. O ısıt tamakta şu sizlerde cumhurunuzlarda bağlap hem şu nelerge yemeği ağalarınız bilen ısıt tamak uyuştural dedik sizlerge. Bir ağalarınız, akalarınız жақсы bir ısıt tamak sizge жақсы batasın dersiniz. Geçmişten bolu varızlar. Allah razı olsun. Bugün bizim mınday kayrımdılık gösterdik. Elim barsımıdaki kayrımdılık oldu. Adep başlattı degen fond var. Anan ciye işkevlerden toğu var. Oşo işkevlerden içinen yürüyün taza elde emek olup gelen Jasur
Ушулардын бүгүн силерге чай берели деп чайды уюштуруптур. Негизи максаты бул силердин эмгегиңерди шаарда көрүп атышат. Ошо эмгегиңер үчүн ыраазычылык билдиребиз деп. Силер иштеп атканда, паркта силерде, жолдун боюнда иштеп атканда өтүп кетип атып, элдер силерге рахмат айтып атат. Ошо элдердин атынан улар да өздөрүнүн салымын кошуп силерге чай берейин деп чакырып. Урматтуу мен жамаат, жер бул азыр мезгил өзгөрүп атат. Аны сезип атабыз, азыр адамдардын жүрөгү таза болуп атат, жумшанып атат. Ушундай кайрымдуулук акциялары көп болуп атат. Элибизде, журтубузда ушундай мына мен өлкөлөрүндөй, сиздердей адамдар көп болсун. Ушундай таза, адал эмгекти сыйлап, барктап мына келишиптөргө рахматтарын айтып ушуларга силердин атыңардан мен терең ыраазычылыгымды билдирип коеюн. Мына өбүрүз мен студент өзү айткандай дайым ушундай жакшы жерлерге барып элге кызмат кылып келем.